Жамбыл облысында өзен көлдерді балықтандыру жұмыстары жүргізілуде. Мәселен, жуырда өңіріміздегі балық өсіретін тәлімбақтан мемлекеттік тапсырыс аясында Балқаш көліне 1.125.000 майда шабақ жөнелтілді. Оның ішінде карп, сазан, дөң маңдай, ағамур балық түрлері бар. Бұл өңіріміздегі ең ірі балық өсіретін қожалықтардың бірі. Мұнда жылына 2,5-3 миллионға жоқ карп, сазан және дөң маңдай секілді балық түрлері өсіріледі. Балықтарды табиғи жолмен көбейту қолға алынған қожалық облысымыздағы ірілі ұсақты су айдындарын майда шабақтармен қамтамасыз етіп келеді. Мамандар бұл шабақтар көлдің де, елдің де ырысын тасытатыны анық деп отыр. Бұл жерде жаңа категорияға бөлінеді. Мальховый пруд деген бар, зимовальный, жаңағы выросной, карантинный, бір 12-дей көл бар. Мемлекеттік тапсырыс бойынша қазір Балқаш көліне 1.125.000 карп балығын апарып беруіміз керек. Қазір Жамбыл облысына да кешегіде Балқаш көліне 146 мың жібербек. Қазір сол жіберудің тиюдің үстіндеміз екінші рет. Сондай-ақ қожалық өз өңірімізден бөлек өзге облыстарды да майда шабақтармен қамтамасыз етеді. Мәселен, бүгінге дейін Ақмола облысына 700 мыңға жоқ карп жеткізілген. Аумақты инспекция мамандары бұл өңірімізде балық шаруашылығының дамып келе жатқанының жарқын көрінісі дейді. Осы облыс аумағында осында тәлімбақтар екеу бізде. Біреусі осы ең ірі Сандель шаруа қожалығы, осы Жамбыл ауданында орналасқан. Сонымен қатар Меркі ауданында Чергенов Александр деген жеке кәсіпкер бар. Ол да осы майда балық шабақтарын өсірумен айналысады. Айта кетейік, Жамбыл облысында 100-ден астам су айдындары бар. Оларға да меншік иелер жылда майда шабақтар жіберіп отырады дейді мамандар. Айтуларынша балықтандыру жұмыстары қараша айының соңына дейін жалғаспақ. Айша Жақсыберген, Азат Байтемір, 77 News.